Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында құрт дайындауды көрсетемін. Дәмі өте керемет, тұзды болып шығады. Бұл ақ құрттарды әркім әртүрлі әдіспен жасайды. Біреулер қатықты ұйыту арқылы жасайды, біреулер сүтті қайнатып, ірітіп барып жасайды. Ал менің жасалу жолым мүлдем басқаша, сүтті ұйыту арқылы жасайтын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге сиырдың сүті қажет. Осылай сиырдың сүтін қазаныма құйып, қан жылым қылып жылытып аламын. Қатты ыстып жіберуге болмайды, өйткені біздің сүтіміз ұйымай қалады. Сүтіміз жылығанша ұйытқымызды дайындаймыз. Біздің сүт ұйытуға арналған ашытқымыз мейто деген порошок түрінде жылы суға аз ғана бөлігін езіп дайындап аламыз. Қозының мәйегімен де ұйытуға болады, одан да дәмі өте керемет болып шығады. Бірақ менде ол болмағандықтан осы әдіспен жасаймын. Енді жылып тұрған сүтіміздің үстіне ашытқымызды құйып, қақпағын жауып, ұйытуға жарты сағатқа қоямыз. Неге біздің сүтіміз керемет болып ұйып шықты. Енді осылай арасын екі бөліп, қалтамызға құйып аламыз. Алдын ала өз қалтамды тігіп дайындап қойдым. Үйтіп алған сүтіміздің бәрін құйып, 2 күнге суын сорықтыруға далаға іліп қоямын. Неге біздің 2 күн уақытымыз өтті. Енді қалтамыздан сүзбемізді алып, тұздап құртымызды жасайтын боламыз. Бұл ақ құрттарды жасау әдісі өте оңай. Түйенің құрты сияқты 5-6 сағат қазанға қойып қайнатпаймыз. Қалтамыздан босатып алғаннан кейін дәміне қарай тұзын салып, жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Мен тұзын орташа қылып салдым. Ал сіздерге қатты ащы құрттарды ұнатсаңыздар, тұзын көп қылып салып, осылай жақсылап араластырып жасасаңыздар да болады. Енді қолымызбен дөңгелек пішінге келтіріп, құртымыздың барлығын жасап шығамыз. Құрт жасаудың да ешқандай қиындығы жоқ. Осылай дөңгелектеп барлығын шариктеп аламыз. Неге біздің құрттарымыз дайын болды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дүкендікінен дәмі 1000 есе артық болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.